мамыр айында біздің жұмысшылар облыс бойынша полностью бүткіл мектептің барлығын аралап, бірінші сыныптан бастап 9-шы сынып, биылғы жылы біз 10-11-ші сыныптардың арасында да лекциялар, видеоматериал, фотоматериалдар барлығын көрсетіп үлкен жұмыс жасадық. Ол 1 мамырынан бастап 23-24 мамырға дейін жалғасты. Үлкен обхват, үлкен шаруа болды. Соған байланысты біздің өзімізде сәуір айында бізде өзімізде семинар өтеді. 3 күндік семинар дейміз. Сол кезде біз энергосистема полностью облысты қамтитын организация. Облыс бойынша бізде 3 күнге жұмыстың барлығы тоқтатылып, семинар жүреді. Сол семинардың уақытында біз өзіміз, техника безопасность жігіттері, басқа да отделдардың, службалардың мамандары, басшысынан бастап маманына дейін, мастер дейміз, мастерына дейін сол райондарға шығып жұмыстарын жүргізеді. Талдау жасаймыз, анализ дейміз, талдау жасап, кімнен не болды, қандай оқиға болды, соны қалай болдырмауын, соның бәрі қаралады. Сол 3 күндік семинардың уақытында болады. Қарапайым ереже дейміз, правила техники безопасности дейміз. Техника қорғау ережесінде бізде ашық тұрған проводқа, болмаса сым, жерде жатқан сым болса, сымды 8 метрден қашықтықтан айналып өту керек. Бұл бірінші қағида болып есептеледі. Егерде сым үзіліп жатса, болмаса жердің астынан шығып жатқан белгісіз кабель дейміз, солар шығып жатса, қара кабель, ақ кабель, оголенный, изолированный дейміз, ондайлар шығып жатса, вообще оның қасына жолауға болмайды. 8 метрден алыстау жерден айналып өту керек. Бұл бірінші ереже болып есептеледі. Енді техника дейміз, техника кейбір жерлерде болады, үзіп кетіп жатады. Оларда обязательно болмау керек. Бізде бүткіл неде қосалқы станцияларымыз дейміз, подстанцияларды. Көше бойынша жүрген кезде соның сыртында біздің диспетчерлік службамыздың номері жазылған. Егерде қай жерде кім көріп жатса, сым үзілгенін, болмаса бағаналардың құлап жатқанын көріп жатса, дополнительно хабарласуларына болады. Егерде біреу мен светтен хабарым бар екен деп барып сымды алып тастауға, барып сым тастауға болмайды. Сосын балаларға да семинардың уақытында да айтатынымыз, қазірде айтып кету болады. Жасөспірім болсын, бала болсын, бағанамен ойнауға болмайды. Бағананың қасына жолауға болмайды. Ол ойнайтын жер емес, ойнайтын зат емес. Сымның немен қауіптілігі, бізде тоқтың қауіптілігі. Ол біріншіден құлаққа естілмейді, көзге көрінбейді, дәмі сезілмейді. Ең қауіпті заты сол. Газ, су, солардың олардың қауіптілігі, газды мұрынмен сезуге болады, құлақпен естуге болады. Оны свич дейміз, жаңағыдай ысылдап газдың шығып жатқанын естіп тұрамыз, иіспен көріп тұрамыз. Кейбірде көгілдір оттың от болып жанып жатса, оны көзбен көре аламыз. Шығып тұрғанда да оны испарение дейді, пар болып шығып жатқанымызды көріп отырамыз. Ыссы су болсын, теплотрассы, су болсын, оны тоже көріп отырамыз. Жаңағыдай көзбен судың ағып жатқанын, дыбыспен, судың ағып жатқанын дыбыспен ести аламыз. Мына тоқтың бір қауіптілігі, сым үзіліп жатыр, ода тоқ бар ма жоқ па екен, ол тек арнайы құрылғы, арнайы құралдармен сонымен тек біле аламыз. Ода тоқ бар екен, жоқ екен. Сонда да қайталап айтамын, көзге көрінбейді, құлаққа естілмейді, дәмге сезілмейді. Вот соның ең қауіптілігі содан. Мектептерді аралап жүрген кезде, біз лекциялар оқыған кезде балаларға айтамыз, опорлардың, бағаналардың үстіне шығып ойнайтын балалар болады. Кім шығалады, кім батыр деген болады ол бізде. Ондайға опорға шығуға болмайды. Менің папам осындай опорға шығады деп, электриктің балалары бар, солар мақтануы мүмкін. Менің папам шығады, сенің папаң шыға алмайды деп, мен шыға аламын деп, ондай опорларға, бағаналарға шығуға болмайды. Оған өзінің бағана шығардың алдында да біз жұмысшыларды алған уақытта да 6 айға дейін біз ол жігіттерді үйретеміз, қалай шығу керек, қандай ережені сақтау керек. 6 айдан кейін бізде тағы да дополнительно экзамендер тапсырады ол кісілер. Экзамен тапсырғаннан кейін барып 8 ай дегенде ол кісілер өздері опорға шығуға право алады. Онда да шыққанда да біздің өзінің белгілі биіктіктері бар. 1 жылға дейін өзінің белгіленген биіктікке дейін шығады. Содан 1 жылдан кейін мына біздің өзімізде ішімізде учебный комбинат дейміз, сонда бар. Сол жерде біз жігіттерді дайындап 5 метр биіктіктен жоғарыға шығуға дайындаймыз 1 жылдан кейін. Ал сырттан келіп, мен бүгін дипломым бар, мен электрикпін, энергетикпін дайынмын деп, оған болмайды.
диплом алып келгеннің өзінде де біз адамды 1 жылға дейін дайындаймыз. Тоққа түсу жағдайы болса қалай құтқаруға болады? Оның да өзінің ерекшелігі бар сияқты. Оның өзінің егер де адам тоққа түсіп жатқан уақытта болмаса біреу сымды ұстап алып дірілдеп тоққа түсіп жатқан кезде оның ең бірінші ережесі желкеден болмаса құрғақ затпен, құрғақ құралмен, құрғақ киіммен соның қолына ұстап жатқан сымды алып тастау керек. Болмаса құрғақ затпен жаңа адамды ұстап жатқан қосалқы станцияның ішінде болса адамды құрғақ затпен итеріп жіберу керек. Егер де ол жаңа қосалқы станция, қосалмайтын станция ғой, соның ішінде қолмен ұстап жатса. Егер де ол далалық жерде ол сым болатын болса, онда көмектесе алмайды. Екеуі өйткені мына жаңа айтып отыр ғой. Тоққа түсіп жатқан жерде станциялардан басқа далалық жерде 8 метрден айналуға болмайды дейтіміз. Біз айтамыз жаңа шаговое напряжение дейді. Сым үзіліп жатқан кезде сол сымның айналасында диаметрі 8 метрге дейін тоқ болуы мүмкін. Оның тоқ 8 метр шаговое напряжение спасение пострадавший дейді. Ол 3-ші группа бар адамдары тек көмектесе алады. 3-ші группаға дейін сол кезде біздер обучение бәрін жасаймыз. Сол кезде біз үйретеміз. Шаговое напряжение қалай баруға болады, шаговое напряжение тоққа түсіп жатқан адамды қалай құтқаруға болады. Оған екінің бірі барып, мен мына жігітті құтқарам екен деп, тоққа түсіп жатқан қасына барып құтқарам деп тұрып, өзі тоққа түсіп қалуы да мүмкін. Сондықтан жаңа қайталап айтайын, бізде мына телефон номерлеріміз бар, әрбір қосалқы станциялардың сыртында жазылып тұрады. Сол номерге хабарласу керек. Біздің өзіміздің обучен дейміз ғой, жаңа үйретілген, оқытылған жігіттер келіп өздері құтқара алады. Егер де біреу тоққа түсіп жатса, оны құтқарам деп бармаған дұрыс. Ол менің де айтарым да сол, лекцияға барып оқытқан кезде де біз айтарымыз сол. Сыртта ешкімге, мына мектептер аралаған кезде мұғалімдерге де айтатынымыз, тоққа біреу түсіп жатыр ма, барып құтқармаңдар. Звондаңдар, сөндіруге, егер де сөндіруге реті келетін болса, сөндіріңдер деп. Бұрын біздерді үйрететін еді, балтамен шабу керек деп. Қазіргі заманда әркімнің қалтасында балта жоқ қой. Сондықтан сөндіруге мүмкіндік болмай қалуы мүмкін. Бір адам шоковое состояниеде болуы мүмкін. Сондықтан барып мен мынаны көмектесем, мен мынаны құтқарамын деп болмайды. Болмағанда тиіс.